Айтқанды істе. Бірақ егер ағып кетсеші, көшеге жайылады ғой. Естен кетпес оқиға болады. Ондайды көрген жұрттың назары міндетті түрде жол қауіпсіздігіне ауады. Анаған қараңыздар. Қайта атақты қаһарман робот дер кезінде келіп, көлікті тоқтатуға тырысуда. Үлкен қатерденіп тұр. Райан, көлік цистернасынан ажырап кетуі мүмкін. Не? Икс, ұстап тұра аласың ба? Әрине, ұстап тұрмын. Мынау тағы не? Райан! Оны ұстап алам, ұстадым! Тағы олақтық таныттың. Құрылғыға ие бола алмай жоғалтыпсың. Шаруаңды тастада бірден жаңа тапсырмаға көш. Икс, өзің қайта бересің бе? Еху! Мен мұндамын. Қара фургонды көрдім. Оның соңына түс. Дұрыс. Тағы жақындай түссін. Бұл тұзар, жақындаушы болма. Икс! Жасыл қуат соққысы! Лимо, есімді біреуді танисың ба? Кімді? Дәл әкем сияқты робот жасайтын біреу болса, ол жаңа адам екеніне күмәнім жоқ. Ол жайлы біраз ақпарат жинадым. Оның хабарсыз кеткеніне 6 жыл болыпты. Түсінбедім. Тоқтай тұршы, Кори. Сонда бұл істің астында осы адамның тұруы мүмкін дегенің бе? Әкеміздің достарының бірі ме? Қаламыздың қос қаһарманы елеусіз қалған жоқ. Қала әкімі қос батыр роботтың құрметіне бүгінгі күнді ресми түрде мейрам деп жариялады. Жетер! Бұл жоспарда жоқ болатын. Олар қалада тек Бурунд Моторстың көліктері жүрсін деп айту керек еді. Дилак, сен қолынан түк келмейтін біреу екенсің. Сенен әбден көңілім қалды. Мына қалпақ таныс қой. Робот. Төтенше жағдай бола қалса егер бізде көмектесеміз. Қауіп-қатер төне қалса егер де сізге таянбыз. Бізде күш бар, бізде кілт бар, роботтарға айналатын машина бар. Алға роботтар! Алға роботтар! Бізде кілт бар. Алға роботтар! Күш бар. Роботтарға айналатын машина бар. Бізде күш бар. Бізде кілт бар. Алға роботтар! Қауіп-қатерге толы жол. Ол істеді, Фрэнклин. Жасалдау әйтеуір. Иә, шынымен де жұмыс істейтін саналы автоматты жүйе. Ойлашы, Фрэнклин, бұл бәрін өзгертеді. Балаларымыздың келешегінде. Бұл жүйе болашақта біздің жақындарымызды кез келген қауіп-қатерден қорғайтын болады. Бұны Райан мен Кори көрсе болар еді. Бірнеше күннен соң мен де әке атанам. Мінекей, мынаны саған берейін. Мәс саған, команда қалпағы ма? Бұл арнайы тапсырыс. Екеумізге ғана. Әлемде мұндай қалпақ екеу ақ. Ол маған шапшақ екен. Рахмет, қане осыны киіп суретке түсейік. Жоқ, қажет емес. Суретке түспей. Әй, сылтауды қой. Бас тартудың амалын тапқан екенсің. Қане. Жымиямыз. Зеро, күтетін уақыт жоқ, басқаларын құтқар. Жоқ, Зеро, менің бұйрығымды орында. Жоқ, шыбен. Естимісің мені? Өй, пайдасыз темір. Біз емес, аналар сенің көмегіңе зәру. Жібер мені. Мына қалпақ таныс. Ол Фрэнклиндікі ғой. Өздігінен басқарылатын көліктердің қатысуымен жол көлік апаттарының көбею салдарынан қоғамдық қауіпсіздік мәселесін көтеруге Одан деген бері үш апта өтті.
Соңғы болған жағдай. Кори. Колидің апасы жаңа көлік алғалы жатыр деп естідім. Кори. Олар да бұрын моторстықын алары анық. Өтінемін, полицияға хабарласайықшы. Ла-ла-ла. Сені естіген жоқпын, естігім де келмейді. Апатты жағдайға тап болмауына кім кепіл? Құрылғыны тапқан сияқтымын. Бәрі қайда кетушет. Бәсе, табылатынын білдім. Тамаша. Енді хабарлама қалдыралам. Райан, Кори, шыдай тұрыңда. Дайынсың ба, офицер? Сені командир күтіп отыр. Біздің бұрынғы қарсыласымыз Дайодо ересектер клубы бізді би сайысына шақырды. Бұрынғы брейк биін билейтін күндер артта қалды. Сайыста жеңіске жету үшін танымал робот биін билеуің керек. Мырза, алайда тергеу жұмыстарын жалғастыруым керек. Жоқ, біз сайысқа дайындалуымыз керек. Робот биін тамаша билеймін деп айта алмаймын. Солай емес пе? Сен қалай ойлайсың? Қимылым сәйкес келмейді. Ол жағын білмеймін, алайда қылмыспен күресу жағын жақсы білем. Алло, біреу бар ма? Алло, кім бар? Кім бар? Сен сөйлеп тұрсың ба? Біреудің дыбысы естілгендей болды. Тексеріп көрейін. Алло? Біреу бар сияқты. Мен Хоуп Авеню 33-те тұрамын. 33-де ме? Сол ма? Әлі жұмыс істеп жүрме? Әлгі оқиғадан кейін кәсібін тастап кетпеп пе еді? Әлде бұны басқа біреу оқыды ма екен? Дилан, қайдасың? Тез арада кеңсеме кел. Нөмірі 33. Осы жер. Қиындыққа тап болдық. Полиция келіп тұр. Тоқта, сен бе шақырған? Жоқ, мен шақырған жоқпын. Сабыр ет. Бәлкім әкем шығар. Әкем табылды ма екен? Жоқ, ол жалғыз кеп тұр. Ендеше онымен сөйлесейік. Жоқ. Бізге көмек керек, Кори. Егер бізді балалар үйіне алып кетсе ше, бір-бірімізден айырса ше. Олай деп айтпа, ондайды басымызға салмасын. Сенімсің бе? Ренжіме. Жоқ! Бұл не болды екен? Сақ болуым керек, мұнда бір шекілік бар сияқты. Бұл полиция, сендер тұтқындалдыңдар. Көрдің бе? Ол бізді тұтқындамақшы. Айтып ем ғой. Сабыр ет. Біз ештеңе бүлдірген жоқпыз, уайымдама. Қараш, қолындағы робот құрылғыны көрдің бе? Әлгінде көліктің астынан дәл осындай біреуін көргенмін. Көлік апаты мен әкемнің жоғалуына осының тікелей қатысы бар. Мүмкін. Ендеше анау кім? Полиция қызметкері ме? Дәл солай. Ол полиция. Дайынсыңдар ма, жігіттер? Уай? Қатты абыржып тұрмын. Бұл менің бағдарламама қайшы келеді. Оны мен не айтқым келеді? Қане, уай? Полиция. Алло. Бұл офицер о. Ханым, сізбен сөйлесуге бола ма? Сәлем, жігіттер. Бұларың не? Не істеп жатқандарыңды білесіңдер ме? Не істеп жатырсыңдар? Сәті түсіп зұлым құрылғының есін таптық. Оның есімен емес, план детейін. Білесіңдер ме? Мен бұл бикешті полиция бекетінен көрген сияқтымын. Бәлкім оның айтып тұрғаны раста шығар. Бізге қажет адам ол емес сияқты. Дұрыс айтасың. Маған сенулерің керек. Оның айтқанын естідіңдер ғой. Меніңше, алдымен бұған көз жеткізуіміз керек. Қане қалтасын тексеріп көрейік. Алло, я бұл полиция бөлімшесі ме? Мен Кокот Шекеннен хабарласып тұр едім. Офицер Герау Оменмен сөйлесуге бола ма? Ол расында да сонда істейді екен. Оған бүгін жеңімпаз атанып, тегін түскі асқа ие болған айтайын деп едім. Бүгін келіп алып кетсін. Сау болыңыз. Мына тауып алған құрылғым сендердің мекенжайларында айтқан соң келгем. Шындыққа жанасатын сияқты, солай ма? Батареясы отырып қалыпты. Оны қуаттап қайта қосып көрейін. Алло, біреу бар ма? Бұл әкем бе? Әкем дедіңдер ме? Райан, Кори. Ау, әке! Сіз қайдасыз? Аман есенсіз бе? Дауыстарыңды естіп көңілім Сізді алып кеткен кім? Оның есімін айтыңызшы. Иә, тобыттарды іске қосқандарың дұрыс болған. Мәселе бұлай. Мен өзімнің қайда екенімді білмеймін. Сендерге андағы аспаптарыңа қосылған қадағалағыш құрылғы арқылы бағдар бере аламын. Жарайды, ешқайда кетіп қалмаңыз, әке. Біз сізді алып кетеміз. Сендердің полицияға хабарласқандарың жөн. Бұл мәселемен солар айналыссын. Алайда әке. Мені алып кеткен адамдар бір қауіпті істі жоспарлап отыр. Сендердің бір жағдайға ұшырағандарыңды қаламайым. Мені іздеуші болмаңдар. Үйде қалыңдар. Әйтеуір сақ болыңдар. Хабарламам анық естілді деп үміттенем. Тоқтаңыз. Ол дұрыс айтып тұр. Бұл істі бізге тапсырғандарың жөн. Дилак, мынаны ал. Сізге шын жүректен алғысымды айтам, мырзам. Бұл сыйлық емес, Дилак.
Кітаптың мұқабасына мұқият қара. Суреттегі менің қасымда тұрған адамның мекен жайын анықта. Оның есімі Фрэнклин Чар. Егер қателеспесем, ол қазір біздің қоймада отыр. Не? Білесіз бе, мырза? Ол біз құрылғыны орнатқан көліктердің соңына түсе бастады. Сондықтан анау-мынау жағдайдың алдын алу үшін оны қамап қойдым. Маған бір ауыз айтсаң болмас па еді? Қалай дегенмен де, оның осында болғаны жақсы екен. Жарайсың, Дилок. Жарайсың. Иә, мырза, ол осында. Оны қазір көресіз бе? Онда кілт алып келейін. Жоқ, командир. Алайда көлік апаттарына себепші болған күдікті бір ұйымның ізіне түспекпін. Бұл компьютер бағдарламасының ақаулығынан емес, қасақана істелген іс сияқты. Әлгі сіз қоқысқа таста деген заттардың ішінен мен тауып алғаным. Мен мұнда мұрнымнан шаншылып үлгере алмай жатсам, сен қоңырау шалған қайдағы біреудің мәселесімен әлек болып жүрсің бе? Не дейсіз? Сіз мені түсінбедіңіз, мырза. Мырза! Керемет. Жігіттер, андағыны маған беріңдер. Бұл іспен өзім айналысам. Қызмет етем, қорғайым деп ант берем. Сендерге менің көмегім қажет. Тексеріп көрейік, мені естіп тұрсыз ба? Қалай ойлайсыңдар? Оған қосымша көмек қажет сияқты. Құрылғы істеп тұр ма? Өйткені мен тұйыққа кеп тірелген сияқтымын. Қай жолмен жүретініңізді айта алмаймын. Мен сізге тек бағыт бере аламын. Басқа жолмен жүріп көріңіз. Өтінем, кіріңіз, мырза. Келетініңізді білгенде бұл жерді тазалатып қойыр едім. Көріспегелі көп болды. Серіктес. Сонымен, дәрі қобдишасын салып қойдың ба? Әрине салдым. Қосалқы бөлшектер салынған қорап та бар. Жарайсыңдар, жігіттер. Қара, әне. Ол не істегелі жатыр? Не боп қалды? Тұйық көшеге кеп тіреліп қалдым, байланыста үзіліп кетті. Бере тұрыңызшы, оны тексеріп көрейін. Ештеңе етпейді, байланысты қалпына келтіруге болады. Апаттан кейін есімді жоғалтып 2 ай ауруханада жаттым. Есімді жиған соң балаларымды іздеп таптым. Содан соң сені де тауып алмақ болдым. Сені іздемеген жерім қалмады. Саған не жағдай болды, Лимо? Ендігәрі дәрменсіз күйге түспеймін деп шештім. Қазір мемлекетті толықтай өз бақылауымда ұстап отырмын, ғажап. Жүргізушінің рөлін сомдағанша аздап мызғып алсам ғажап болар еді. Доғар! Басында көліктерді, роботтарды Ұмытып жаңа өмір бастағым келді. Ол көліктің ішінде кетіп бара жатқан сияқты. артынан бәрін қайта бақылауыма алуға бел будым. Енді қалауымша әлемді өзгертіп жатырмын. Табысқа жетіпсің. Тіпті осы жерден-ақ компанияның атауы Билбордтан жарқырап көзге түсіп тұр. Я Икс, қаладағы ең үлкен билбордтарды іздеп көр. Мұнда және мұнда. Енді сол көшелердегі бейне бақылауларды тап. Ірі көшелерге орнатылған бейне бақылауларды іздеу нысана анықталды. Қара түсті көлік 5 минут бұрын өткен. Я, жарайсың, Икс. Кеттік, әкемнің қайда екенін таптық. Оны бір жаққа кетіп барады. Тоқтаңдар, бұл істі маған тапсыр. Бірақ әкемізге қауіп төніп тұруы мүмкін, өтінемін. Тезірек қимылдауымыз керек. Ал әкелерің не деп еді? Қараңыз, қуғындар. Қане? Ұсталдыңыз. Тоқтаңдар, балалар, бұларың не? Фрэнклин, сенің тірі екеніңді білсем, жұмысқа тартар едім. Сенің қателігінің нәтижесінде шыққан тобыттар Керемет. Жақсы, іске кірісейік. Сендер есту үшін радиосигнал жіберем. Бірақ сенің роботтарың басыма қайғы қасірет әкелді. Неге бұлай істедің, Лимо? Себебін айтшы. Саған себебін айтайын. Енді құпияның пайдасы жоқ. Бұл өмірде менің жолыма ешкім тұра алмайды. Тіпті сен де. Өйткені мен алдымнан көлденең шыққан кедергілерді жеңіп үйрендім. Мен білетін Лимо достарына бұлай сес көрсетпеуші еді. Сен білетін Лимо енді жоқ. Өйткені өмірді бір жола сызып тастауыма тура келді. Мен басқа адам болып шыға келдім. Бұл өмірді жылап сықтаумен өткізуім керек педі? Әлде күшік асырап алуым керек педі? Әрине жоқ. Саябақта отырып, балалардың күлкісін тамашалауым керек педі? Ешқашан. Фрэнклин, мен баяғы Лимо емеспін. Енді бәрі өзгерді. Түсінікті ме? Есіңнен адастың ба? Лимо, ішім сезіп еді. Айтып ем ғой, есіңде ме? Сол себепті Бурунг Моторс компаниясын құрдым. Бурунг Моторс? Мүмкін емес. Мен сұлымның сатқан көлігінде жүргім келмейді. Байланысқа шығыңыз, мырза. Төтенше жағдай. Адам ұрлады деген күдіктіміз Бурунг Моторстың басшысы болып шықты. Тоқтай тұр, не деп тұрсың? Оны тоқтатуымыз керек. Қосымша күш керек. Оны жан-жақтан қаумалап қолға түсірсек. Не үшін? Аналар бұрылып кетті. Осы аптада осымен 3-ші көлігім кетпек. Тағы қандай себебін естігіңіз келеді, мырза? Офицер о, бұлай болуы мүмкін емес. Тағы ма? Шынымен бе? Мақұл, кім бар екенін қарап көрейін. Көлікті тоқтат, жол жиегінен шық. Байланысқа шық, HQ. Не?
Офицер опасыздық жасапты. Қане, мен оларды көріп тұрмын. Артымызда полиция. Полиция? Бәрі қалмай. Райан, Кори. Лимо, ұсталатын болды. Райан, Кори. Осымен бәрі бітті. Өз еркіңмен беріл. Полиция бәрінен хабардар. Мен құрғарап отырмадым. Әрине. Сондықтан мен де сенен ештеңе жасырмаймын. Ендеше мынаған қара. Сен ойыншықтарыңмен әуре болып жүргеніңде, мен бір қадам алға шығып басқару тетігін жасаумен айналыстым. Қызықтың көкесі алда. Мына полиция көліктері енді менің қолымда. Ойын ойнайтын сәт туды. Не? Кори! Әке! Тоқта! Мен саған бір нәрсе көрсетпекпін. Мына көлікті таныдың ба? Сені осында алып келген көлік. Бұл бірлестік қой. Ескі досымызбен амандасып қой, Зеро. Ең алғашқы робот көлігіміз. Неткен ақымақ едік десеңші. Көлікке сендік, ол қорғайды дедік. Бірақ ол ешкімді де қорғаған жоқ. Зеро? Дилак, ананың аузын жаба тұр. Зеро, ардақты әкелеріңнің даусын пайдаланып, мына сөздерді балаларына жеткізуің керек. Райан, Кори, мұқият тыңдаңдар. 7-ші авенюге түсіп, қаланың шетіне жеткенше жүре беріңдер. Алдарыңнан көлік зауытын көресіңдер. Тездетіңдер. Әке! Енді оған қарашы, Фрэнклин, қане, жақсылап тұрып қара. Енді айтшы, бізді жетелеген арманның ұшқынын болса да көре алдың ба одан? Бұрын қандай болғанымды ұмыт, өйткені енді бәрі өзгерді. Әлемдегі әрбір отбасы менің көліктерімді еленбейінше тоқтамаймын. Ал сен, қымбатты ескі досым, маған көмектесетін боласың. Біз келдік. Ал әкем қайда? Тез жылдам, кілтті салайық, Кори. Тоботы, Дуай, робот қайнау! Алға, Икс! Жасыл қуат соққысы. Жасыл қуат таусылды ма? Осыншалықты дәрменсіз бедің, тұр! Әке! Балаларым менің. Лимо, андағы жерден кет! Олардың көзін құрт, Зеро. Бұл сенің мүмкіндігің. Сен нені күтіп тұрсың? Бұйрығымды орында! Райан, бәрі дұрыс па? Әкем қайда? Райан, Кори! Әке! Бәріміз аманбыз. Сізді сағынып кеттік, әке. Зеро, Бәрінен маңыздысы шеберді құтқару. Алақай, құпияның сырын аштым. Лимо, жақсылық пен жамандық қатар жүреді дейді. Достым, сен бұдан да жақсысың. Доли? Апа, ол көлікті алмашы. Қандай түсі болса да маған бәрібір. Бәрі бітсе қане үйге қайтайық. Алақай! Көзге қарасаңшы!
Ана жақта не болып жатыр өзі? Кімсіңдер сендер? Сендерге не керек? Дейлок мырза, мына робот мотоциклдарды сізге жібердім. Олар сіздің тоботтарды қолға түсіруіңізге көмектеседі. Тоботтарды қайдан табамыз? Бірдеңе бүлдірсеңдер болғаны. Тоботтар өздері-ақ жетіп келеді. Үнемі солай істейді. Ей, Даэдо Март, қане халайық, қошемет көрсетейік. Қазір сіздер таңғажайып қойылымның Бір топ мотоцикл мінген каскадерлер Даэдо Марттың алдын астан кестен кетті. Қабат деген Жаңа бар. дүкеннің ашылу біз салтанаты көмектесуіміз керек. Тоқтаңдар, сендер қайда бармақшысыңдар? Даэдо Мартқа! Жоқ, бармайсыңдар. Өтінем әке, бұл біздің міндетіміз ғой. Олардың міндеті бізді қорғау. Қане, жекпе-жекке шығыңдар. Алайда әке, Бұған дейін тоботтардың көмегіне жүгінгендеріңді білем. Алайда енді бәрі аяқталды. біз оларға керекпіз. Сендер супер қаһарман емессіңдер. Ол жерге бару қауіпті